Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерменен өте әдемі осындай бенто торты бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен тортымыздың коржын жасаймыз. Ол үшін бізге қойытылған сүт, ұн, жұмыртқа және қобызғыш керек болады. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қойытылған сүтті құямыз. Содан соң оның үстіне қамыр қобызғышты саламыз да осы үшеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біркелкі маса етіп жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстіне ұнды електен өткізіп барлық ұнды қосамыз да оны да жақсылап тұрып араластырып біркелкі қамыр шығаратын боламыз. Процесті тездеткілеріңіз келсе, миксердің көмегімен араластыруға да болады. Міне бізде осындай сүтті әдемі біркелкі қамыр шығуы керек. Енді осы қамырымызды теңдей 5 бөлікке бөліп, осылай мен пергаменттің үстіне 12 см диаметрде етіп дөңгелектер сызып алдым. Енді осы қамырды теңдей етіп 5-ке бөлеміз. Содан соң барлығын әдемілеп дөңгелетіп жайып шығатын боламыз. Корждарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 10 минуттай немесе 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің піскен корждарымыз осылай сарғыш түске енген, әдемі болып көтерілген, осылай болып шығуы керек. Қолымызбен басқанда өте жұмсақ болады. Толық суыған корждарымыздың жанын осылай біркелкі етіп әдемілеп кесіп алсақ, тортымыз әдемі теп-тегіс болып шығатын болады. Келесі кезек кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын кілегей, сүзбелі ірімшік және қант ұнтағы керек болады. Кілегейдің үстіне қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Міне біздің кілегейіміз осылай кішкене ғана қоюланды. Енді осының үстіне салқын сүзбелі ірімшікті салып, оны да қосып жақсылап тұрып миксердің көмегімен креміміз өзінің формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз осымен дайын болды. Кремнің толық дайын болғанын тексеру үшін ыдысты осылай төңкеріп тексеріп аламыз. Кремнің ауасы шығып біркелкі болу үшін 1-2 секунд осылай біркелкі етіп араластырамыз. Бізде корждар дайын, крем дайын. Тортымыз одан әрі нәзік болу үшін осылай пропитка жасаймыз. Менде бұл жерде қант ұнтағы мен су араласқан. Және тортты жинайтын ыдысымыз, яғни подложкамызға кішкене ғана крем жағамыз да коржымызды қойып аламыз. Сосын пропитканы әдемілеп сеуіп шығамыз да кремді жағып тортымызды әдемілеп жинайтын боламыз. Құрметті көрермендер, егер де сіздер бір жасағаннан шығатын оңай, сәтті рецепттер іздеп жүрсеңіздер, менің каналымнан таба аласыздар. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Тортымызды осылай кезек коржды қоямыз, сосын үстіне пропитка жасаймыз, сосын кремді әдемілеп жағып, осылай жинап аламыз. Менде негізі 5 корж шыққан еді, бірақ та мен бүгін 4-ақ коржын қолдандым, өйткені 5-ші коржға өте биік болып кетті, сондықтан 5-ші коржды қолданған жоқпын. Міне тортымызды жинап алдық. Соңғы кезек бізде осылай жан-жағын тегістеп, кремін, артық кремдерін алып тастайтын боламыз. Жан-жағындағы артық кремдердің барлығын алып тастаймыз да, енді үстіне де азғантай ғана кремді жұқалап жағып аламыз да, енді осы тортымызды пищевая пленкамен орап, бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Міне тоңазытқыштан алып шығарып, тортымызды енді сәндейтін боламыз. Сыртқы креммен арнайы жасаған жоқпын. Осы торттың ішкі кремін алып қалған едім. Енді осы тортты қандай түске боясаңыздар өздеріңіз білесіздер. Менде бүгін тортымның түсі осындай ашық алқызыл болады. Осылай кремді бояп алдым да, енді кондитерлік қапшыққа оны құйып, тортымды осы креммен сәндейтін боламын. Міне тортым осылай көрініп тұр. Енді сыртындағы пленкасını шешіп алып тастаймын да, кремді жағып, әдемілеп тортымды сәндейтін боламын. Сіздер де торттарды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндей берсеңіздер болады. Байқасаңыздар, менің кремім сұйық болып тұр, бірақ та мен осылай тортымды тегістеп алдым да, сосын тоңазытқышқа салқындатып алдым да, қайттан шығарып, осылай тегістеп, әдемі етіп тегістеп алдым.
Міне осымен біздің бенто тортымыз дайын болды. Мен осылай бетіне happy birthday деп осылай ақ креммен жаздым. Осымен біздің бенто тортымыз дайын. Мен осылай қорапқа салып қойдым. Осылай осы рецептпен негізінде заказға жасай берсеңіздер болады. Осы рецепт бір бенто тортқа арналған рецепт. Міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер. Баршаңызға сәттілік. Сіздермен бірге болған Раушан.